Фильм Анна өз білмесінде ұйықтап жатқан жерден басталады. Ол Жанин ерте тұрып кеткен. Ол оны оятып, сыртында бәрі су астында қалғанын хабарлайды. Бірақ Анна шаршап тұрғандықтан ұйқысын жалғастырғысы келеді. Жанет оны мазалауды жалғастырып, онымен бірге сүңгу ойынын ойнауды сұрайды. Ақырында Анна келісіп ойынға қосылады. Көп ұзамай сырттағы қатты найзағайды естиді. Терезеден қарағанда көрші аудандарға су толып жатқанын байқайды. Бірақ оны қатты жаңбырдың салдары деп ойлап, мән бермейді. Жанет планшетті беруін сұрай береді, сурет салу үшін. Сол кезде Анна анасынан қоңырау алады. Ол жақта да қатты жаңбыр жауып жатқанын, сыртқы тамақтан бас тартып, үйде пісіруді ұсынады. Өйткені сыртқы тамақ зиянды. Тұрақты сөздерден шаршаған Анна қоңырауды үзіп тастайды. Судың келуі тоқтағанын байқайды. Жанет планшеттегі екеуінің суретін көрсетеді. Анна суреттерге қарап тұрғанда аяғына су тигенін сезеді. Артына бұрылса, үйге су кіріп жатқанын көреді. Сыртта тасқын күшейіп тұрғанда ауыр жаңбыр күтілетіні туралы ескерту шығады. Тұрғындарға ғимараттың жоғарғы қабаттарына көшуді ұсынады. Ол сөмке жинауды бастайды. Сол кезде қауіпсіздік қызметкері Хижодан қоңырау келеді. Олар құтқаруға келетінін, баспалдақпен жоғары қабаттарға шығуды нұсқайды. Бірақ қоңырау үзіледі. Анна тез Жанет пен дәрі сөмкесін алып, оны іздейді. Жанет еркелеп ұрысқанға ренжіп тұр. Ол оны арқасына көтеріп сыртқа шығады. Бірақ бүкіл ғимарат су астында қалған. Алға жылжығанда басқа тұрғындардың жоғарыға шығуды күтіп тұрғанын көреді. Бірақ жол кедергімен жабылған. Басқа баспалдақпен бағытты өзгертеді. Жанет жағдайдың ауырлағанын түсіне бастайды. Оны тыныштандыру үшін Анна күні бойы бірге болатындығын уәде етеді. Жанет адамдардың тасқынмен ағып бара жатқанын көрсетеді. Бірақ Анна мән бермей көтеріле береді. Кенет баспалдақ кедергімен жабылғанын көреді. Бірақ оның үстімен өрмелеп басқа тұрғындарға да жетеді. Кейбіреулер пәтер иелерінен балаларға дәретхана пайдалануға рұқсат сұрайды. Сол сәтте Хижо Аннаны көріп жоғарыға шығуға шақырады. Анна оның артынан жүгіреді. Сол кезде үлкен толқынның жақындағанын көреді. Су астында күйеуімен бірге тұрып қалғаны туралы естелік есіне түседі. Толқын ғимаратқа соғылады. Қабатты су басады. Анна су астында қалқып жүрген дәрі сөмкесін ұстауға тырысады. Бірақ ол ағып кетеді. Тыныс алатын шағын жер табады. Қалқып тыныс алатын жерге барып, жүрген денелер арасында Жанетті іздеп табады. Шығуға тырысады, бірақ есік ашылмайды. Ауа таусылады. Есін жоғалта бастайды. Соңғы сәтте Хижо есікті бұзып, оларды құтқарады. Жанетті шығарып, жасанды тыныс береді. Өмірін сақтайды. Ол өзін жеке қауіпсіздік командасының мүшесі ретінде таныстырады. Құтқаруды протокол бойынша жазады. Баспалдақпен көтеріле беруді ескертеді. Жанет қорқып, Аннаға көліктің суға құлағанын, әкесін есіне түсіргенін айтады. Бірақ Анна оны үндемеуге мәжбүрлейді. Хижо Антарктидаға астероид соғылған мұздың ерігенін, Жапонияның жартысы су астында қалғанын түсіндіреді. Тікұшақ жақындап қалған, бірақ ғимарат жақында су астында қалатынын айтады. Ол Аннаға эмоциялық технология арқылы жаңа әлем құруға көмектесу керектігін айтады. Оны тек ол және оның бастығы зерттеген. Бастығы Химо таңертеңнен бері жоқ, эмоциялық қозғалтқышты толық түсінбейтінін айтады. Өйткені бастығы бас зерттеуші болған. Хижо басқа зерттеу топтарының көбею және өсу қабілеті бар адамдар денелерін жасағанын, бірақ эмоциялар жоқ екенін түсіндіреді. Жанет дәретханаға бару керектігін айтады. Күту кезінде Хижо эмоциялардың не үшін орнатылғанын сұрайды. Адамдарға басқа қасиеттер беру мүмкіндігін айтады. Мысал ретінде аш көздікті келтіртеді. Тікұшақ келсе, адамдар басқаларды итеріп өмір сүруге тырысады. Кенет газ шығады. Ғимарат бойына жарылыс тарайды. Хижо жоғары қабаттарға көтерілу керектігін шешеді. Анна Жанетті Хижоға бермек болады. Бірақ Жанет қорқып, Аннаға жабысып алады. Хижо Жанетті ұстап алғанда Анна суға құлайды. Көлік апаты және күйеуі туралы естеліктерді қайта бастан кешіреді. Қайта көтеріледі. Баспалдаққа көтерілуге дайындалады. Лифттен қыздың даусын естиді. Оны күтуді айтады. Көмекке барады. Бірақ екі ұлдың пәтерлерді тонап жатқанын көреді. Қайтып келгенде тағы үлкен толқын соғады. Күйеуі су астында қалғанда көліктің төбесіне шығып құтылғаны, күйеуінің артта қалғаны есіне түседі.
күйеуінің аяғы тұрып қалғанын, оны босатуға тырысқанын, бірақ сәтсіз болғанын есіне алады. Ол Жанатты алып кетуді айтады. Анна жоғары шығады. Оны тастап кеткені үшін кінәлі сезінеді. Джи су құтқара алмағаны үшін де Хижо келеді. Жанаттың жағдайы нашарлайды. Дәрі іздейді, бірақ Хижо ұлын қайта жасауға болатынын, барлық деректер бар екенін айтады. Тікұшақ келеді. Анна қария жұпқа соқтығысады. Жанатқа тамақ бермек болады. Жанат компанияның жасағанын, Анна оның биологиялық анасы емес екенін, зерттеу нысаны екенін анықтайды. Сондай-ақ Южи бастығының қызы. Орталық оларды кейін алып кетеді. Жанат тұрақтандырады. Күн шығады, жаңбыр тоқтайды. Хижо бастығының Жанатты аялдама нүктесінде қалдыруды бұйырғанын айтады. Анна өз анасы тастап кеткендей, Жанатты тастап кеткенін көргісі келмейтінін мойындайды. Адамдардың өзімшіл екеніне сенеді. Кенет жаңбыр қайта басталғанда тағы үлкен толқын жақындайды. Қария жұп бір-біріне тамақ береді. Үшеуі су көтерілгенде жоғары қарай жүгіреді. Анна Жанатты тастап кетуді ойлайды. Бірақ Хижо оны бірге алып кетуге көндіреді. Төбеде Дарвин орталығының қызметкерлері келеді. Жаңа адам 77. Соның ішінде Жанатты зерттеуге алып келетінін жариялайды. Өйткені ол эмоциялық қозғалтқыш деректерін сақтайды. Анна Хижодан жалынғанымен ол мән бермейді. Ол аға қызметкерден жалынып, өлтірмеуді өтінеді. Басқа қызметкерлер Хижоны атады. Аға қызметкер Аннадан басқа ешкім өмір сүрмейтінін айтады. Анна Жанатпен соңғы сәтті бөліседі. Қызметкерлер деректерін шығарып, қорапқа сақтайды. Тасқын келмес бұрын бірнеше ғарыш кемесі ұшырылады. Анна солардың арасында Изабелла зертханасының директоры Ливе Со жердің бірнеше астероидтан жойылатынын, адамзаттың құрып кететінін түсіндіреді. Олар соңғы қалғандар. Болашақ үшін Анна мен ұл жасау керектігін айтады. Денелер Изабелла зертханасында жасалады, бірақ эмоцияларды қайта жасау керек. Анна баланың дайын екенін, тек ана қалғанын айтады. Кенет Анна түстен оянады. Айналасында су көреді. Хижодан тағы қоңырау келеді. Қауіпсіздік үшін жоғарыға шығуды нұсқайды. Оқиғалар қайталанады. Анна көтерілгенде адамдар баспалдақтың екі жағында тұрып қалған. Үлкен толқын ғимаратқа соғады. Анна мен Жанат жоғары жүзеді. Бірақ Жанат жоғалады. Оны іздейді. Дәрі сөмкесін көреді. Жанат қайта жоғалтады. Суға батып кете жаздайды. Бірақ Хижо құтқарады. Оған сенуді айтады. Анна суға секіреді. Жанатты іздеп жүргенде Джи соның даусын қайта естиді. Лифт есігін бұзып, оны құтқарады. Джи-со адамдардың бір нәрсені сүйреп бара жатқанын, бала және есік коды туралы айтады. Анна жоғары жүгіреді. Адамдардың өлтірілгені туралы естеліктерді есіне түсіреді. Ол бір адамға балғамен шабуыл жасайды. Джи-со мен Хижо келеді. Оларды сұрақ қалады. Жанаттың жасырынғанын біледі. Сол кезде әже Жанатқа шұғыл жағдайға шырын бөтелкесін береді. Джи-со ата-әжесімен қалатынын, олардың айырылмайтынын айтады. Олар Жанатты іздеуді жалғастырады. Хижо Жанатты тастап кету туралы сұрайды. Пайдасыз деп ойлайды, бірақ Анна бөлек іздеу керектігін, көмектесуді өтінеді. Ол жаңбыр жалғасып тұрғанда ғимаратқа әр қабатын іздейді. Көп ұзамай орталық қызметкерлері келеді. Адамдарды өлтіре бастайды. Анна жасырынады, жүгіреді. Ертерек тастап кеткен жүкті әйелдің даусын естиді. Содан кейін нәрестенің жылағанын естиді. Әйел босанып жатқан. Анна көмектеседі. Анна Жанаттың түсінде салған суретін, оны телефонына жібергенін есіне түсіреді. Суретке қарағанда ғимарат төбесінде оны тастап кетер алдында айтқан сөздерін есіне алады. Суретке оның атында тікұшақ. Хижо Жанатты табады. Анна Жанаттың көп күннен бері 6 жаста екенін қайталағанын есіне түсіреді. Ол өзінің бірнеше суретін көреді. Оған қарай жүгіреді. Шкафты ашқанда тұзаққа түскенін түсінеді. Орталық сарбаздар ұстайды. Ол Хижоға төбеде Жанатты өлтіретінін, оның кетуіне рұқсат бермейтінін, бұрын кездескенін айтады. Бірақ сарбаздар Хижоны сөйлетпейді. Кенет Хижо бәрін есіне түсіріп сарбаздарға шабуыл жасайды. Бір сарбаз Хижоны өлтірмек болғанда, Анна өлген сарбаздың қаруын алып, оны атады. Хижо уға қарсы дәрі егеді. Анна оянады. Ол Хижоға бұрын өлгенін, бұл туралы көп рет сөйлескенін айтады. Жанат мұны біліп, Анна оны тастап кеткендіктен жасырынған. Ол Жанаттың 3-ші қабаттағы шкафта жасырынғанын айтады.
Олар жиянатқа барғанын, қауіпсіздік командасының сарбаздары Аннаның табуына кедергі жасағанын естеріне түсіреді. Олар жиянатқа жету үшін жаңа жолдарды сынап көреді, бірақ сарбаздар оларды қайта-қайта өлтіреді. Хижо Аннаны жиянатты іздеуді жалғастыруға ынталандырады. Өзі сарбаздарды ұстап тұрады. Анна пәтерде жиянатты іздей бастайды. Бірақ сарбаздар ұстайды. Тағы толқын соғады. Ол бөтелке арқылы тыныс алып, аман қалады. Хижо оның шешімдерін бақылайды. Анна құтылады. Ғимарат төбесіне жетеді. Шкафты көреді, ашады. Жиянат ұйықтап жатқанын табады. Оған шырын береді, жеңілдейді. Қателіктері үшін кешірім сұрайды. Қателіктерін қайта жоғалтуы мүмкін екенін айтады. Жиянат оны тастап кетпегенін, төбеде күтуді айтқанын еске салады. Анна ғарышта кемелерінің жойылғанын, өзі жараланғанын есіне алады. Ол сынақ Анна болатынын айтады. Мұның бәрі сынақтардың бөлігі. Олардың деректері алынған Изабелла зертханасына жіберілген. Адам өмірін жерде қайта бастау үшін естеліктер негізінде сынақтар жүргізіледі. Орталық және тағы үлкен толқын келгенде Анна жиянатпен жүгіреді. Сарбаздардан қорғанады. Жиянат толқын соққан кезде суға секіреді. 5 жыл бұрын Анна бастығына нәресте жасау идеясын ұсынған. Сол нәрестені өз ұлындай өсірген. Оны оқытқан, қарапайым бала сияқты күткен. Жиянат нағыз бала сияқты эмоция көрсеткен. Әкесімен ойнаған, әкесінің өліміне жылаған. Анна тұзақтан құтылады. Қараңғыға секіреді, суға қайта құлайды. Жиянатты іздейді, мұнарада табады. Құшақтайды. Тағы да үлкен толқын соғады. Изабелла зертханасында Аннамен бала жасалады. Ақырында Анна ғарыш шаттлында оянады. Ол жерге қарай ұшып барады. Осымен фильм аяқталды. Достар, фильм ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз.